Сәлем достар. Бүгінгі кинотайымда 2009 жылы жарық көрген Хлоя фильмі. Хлоя қымбат әрі беделді клиенттерге қызмет көрсететін эскорт қыз. Бір күні оны терезеден доктор Кэтрин Стюарт байқап қалады. Кэтрин гинеколог дәрігер. Ол махаббат пен жақын қарым-қатынаста ешқандай ерекше құпия жоқ, бәрі тек ағзаның физиологиялық реакциясы деп есептейді. Кэтриннің күйеуі Дэвид университетте жұмыс істейді. Оған студент қыздардың бірі қызығушылық танытып, дәрістен кейін бірге кешкі асқа шақырады. Бірақ Дэвид бүгін туған күні екенін, және жақында ұшаққа үлгеруі керек екенін айтып, бас тартады. Кэтрин күйеуіне тосын сый жасап, үйіне достары мен таныстарын шақырып, үлкен мереке ұйымдастырады. Ұшақ қонғанына біраз уақыт өтсе де, Дэвид әлі келмейді. Сол кезде олардың ұлы Майкл үйге өзінің қызымен келіп, бөлмесіне кіріп кетеді. Кенет телефон соғылып, Кэтрин қонақтардың көзінше күйеуінің ұшаққа үлгермей қалғанын және тек түнде келетін келесі рейспен ұшатынын біледі. Осылайша ол көп дайындалған мерекенің зая кеткенін түсінеді. Ал Майклдың үйге ертіп келген қызы ешкімнен сұрамай түнге қалып қояды. Таңертең Дэвид ештеңе болмағандай жұмысқа жиналып, тағы да кеш келетінін, себебі ғылыми кеңес бар екенін айтады. Жолай кафеде таңғы ас ішеді. Үйде жүрген жас қыз өзін жаңа ғана келгендей көрсетеді. Алайда шын мәнінде ол бұл үйге бұрыннан келіп жүрген. Әкесі оның кейде осында қонатынын әлдеқашан біледі, тек анасына ешкім айтпаған. Вы хоть предохраняетесь? У нас есть презики. Осы кезде Кэтрин күйеуінің телефонына келген хабарламаны байқап қалады. Хабарламада кеше түн үшін рахмет. Сүйемін, Миранда деп жазылған еді. Сонымен қатар Дэвид пен Миранданың бірге түскен суреті де болған. Мұны көрген Кэтрин қатты күйзеледі. Концерт кезінде оның көзіне жас келеді, бірақ өзін ұстап отыруға мәжбүр болады. Өйткені олар отбасының досы Фрэнкпен және оның жас сүйіктісімен бірге кешкі ас ішуге бара жатқан еді. Мейрамханада Дэвид даяшы қызбен әзілдесіп сөйлеседі, ал Фрэнк өз серігіне еркелеп отырады. Мұның бәрі Кэтринге жайсыз әсер етеді. Біраздан кейін ол дәретханаға шығып кетеді. Сол жерде шашын тарқатып тұрған кезде, көрші кабинкадағы бір әйел мұрнын тартып жылап отырып, дәретхана қағазын сұрайды. Қағазды берген сәтте олардың қолдары тиіп кетеді. Әңгімелескен әйел сүйкімді аққұба Хлоя болып шығады. Ол жерден біреудің шаш қыстырғышын тауып алып, оны Кэтринге сыйламақ болады. Бірақ Кэтрин бейтаныс әйелдің ұсынысын елемей, күйеуінің жанына асығып кетеді. Сол уақытта Фрэнк қонақтардың арасынан жеңіл жүрісті әйелдерді танып отырғанын айтады. Осыдан кейін Кэтрин дәретханада сөйлескен Хлояның сондай әйелдердің бірі болуы мүмкін екенін түсінеді. Үйге қайтып бара жатқанда Кэтрин күйеуінен: "Даяшы қыз саған ұнады ма?" деп сұрайды. Алайда Дэвид ешқандай қырындаған жоқпын, тек сыпайы сөйлестім деп жауап береді. Содан кейін Кэтрин оның ұшаққа неге кешіккені туралы әңгімені қайта қозғайды. Түрлі сұрақтар қойып, шындықты білгісі келеді. Бірақ Дэвид кеше ешкіммен бірге туған күнін тойламағанын айтып, бәрін жоққа шығарады. Кэтрин жұмыс орнындағы терезеден әлгі бейтаныс әйелді бақылап жүреді. Ол күн сайын бір қонақ үйге барып жұмыс істейтін. Бір күні жұмыстан кейін Кэтрин сол қонақ үйдегі мейрамханаға келеді. Сол сәтте аққұба Хлоя оның қасына келіп отырып, өзіне бір нәрсе алып беруді ұсынады. Әңгіме барысында Хлоя әйелдермен сирек кездесетінін, көбіне ерлі-зайыптылармен жұмыс істейтінін айтады. Сонда Кэтрин өзінің мақсатын түсіндіреді. Ол Хлояны өз үшін емес, күйеуін тексеру үшін жалдағысы келеді. Кэтрин күйеуінің көзіне шөп салып жүргеніне күмәнданады, және Хлоя оның қалай әрекет ететінін байқап көруге көмектесуі керек. Кэтрин Дэвидтің сырт келбетін сипаттап, оны қай жерден кездестіруге болатынын айтып береді. Сонымен қатар Хлояның студент қыз болып танысқаны дұрыс болатынын ескертеді. Көп ұзамай Хлоя кафеде Дэвидке жақындап қант сұрайды. Екеуі көзқарастарымен түйісіп, Дэвид оған күлімсірейді. Осы уақытта Кэтрин Хлояның қызмет ақысын төлеу үшін ақша шешіп алады. Кейін Хлоя болған жайттарды айтып береді. Оның сөзінше, қант сұрағаннан кейін Дэвид өзі келіп әңгіме бастаған. Қыздың аты жөнін сұрағанымен, Хлояның айтуынша ол ашық түрде қырындамаған, тек достық қарым-қатынаста сөйлескен. Әңгіме барысында Хлоя өз клиенттерін қалай баурайтыны туралы да сыр бөліседі. Тіпті Кэтриннің өмірінде пайда болғанына қуанышты екенін айтады. Кэтрин ақысын төлеп, одан тағы бір рет күйеуін тексеріп көруді сұрайды. Үйге келгенде Дэвид біреумен хат жазысып күліп отырғанын көреді. Ал олардың ұлы Майкл сүйіктісі тастап кеткендіктен қатты қиналып жүреді. Кэтрин оның бөлмесіне кірмек болғанда, Майкл есікті бірден жауып тастайды. Кейін Дэвид шынымен студент қызбен сөйлескенін мойындайды. Ал Кэтрин ұлымен бұрынғыдай жақын емес екенін айтып мұңаяды. Дэвид оған аздап демалып, виски ішуді ұсынады. Ол екеуінің бұрын бір-біріне көбірек көңіл бөлген кездерін еске алады. Қазір болса жұмыстың көптігінен уақыттары жетпейді.
Сол кеште Кэтрин күйеуімен жақын боламыз деп үміттенген еді, бірақ Дэвид студенттердің жұмыстарын тексеру керек екенін айтып, қайтадан жұмысына көңіл бөледі. Келесі күні таңертең Хлоя хабарласып кездесуге шақырады. Осы кезде Кэтрин бүкіл бұл әрекетті бастағанына өкіне бастайды. Ол бәрін ұмытып кеткісі келеді, бірақ кешеді. Өйткені Хлоя Дэвидпен тағы кездесіп, бірге түскі ас ішкен болатын. Хлояның айтуынша, Дэвид оған ерекше назар аударған, кейін оны сүйгісі келген. Біраз уақыт екіұдай күйде болғанымен соңында оңаша сөйлесуге шешім қабылдаған. Олар адамдар аз жүретін жылыжайға барып, сол жерде ұзақ уақыт бірге болған. Кэтрин қатты ренжиді. Өйткені Хлояның міндеті тек оның күйеуімен кездесіп, қалай әрекет ететінін бақылау ғана болатын. Ал жағдай мүлде басқа арнаға бұрылып кеткен еді. Кэтрин бұл әңгімені тезірек аяқтап кеткісі келеді. Бірақ дәл сол сәтте Хлоя велосипедтен құлап қалады. Дәрігер ретінде Кэтрин оған алғашқы көмек көрсетеді. Жарасын таңып жатқан кезде Хлоя өз әрекеті үшін кешірім сұрайды. Кейін олар кешке дейін кафеде отырып сөйлеседі. Хлоя Дэвидпен кездесуі туралы егжей-тегжейлі әңгімелейді. Бұл әңгімелер Кэтринді одан сайын мазасыздандырады. Соған қарамастан, Кэтрин бұл тәжірибені соңына дейін жеткізгісі келеді. Бірақ алдымен Хлояның денсаулығына толық көз жеткізуді талап етеді. Сондықтан оған түрлі медициналық талдаулар тапсыру керек екенін айтады. Үйге келген соң Кэтрин күйеуі мен Хлояны ойлап, қатты күйзеліске түседі. Оның санасынан бұл оқиғалар кетпей қояды. Келесі күні көңілді күйдегі Хлоя Кэтриннің жұмыс орнына келеді. Сол жерде ол Майклмен кездесіп қалып, аздап сөйлеседі. Кейін Хлоя жігіттің соңынан еріп барып танысып, оған әсер қалдыруға тырысады. Біраз уақыттан кейін алдымен Хлоя, артынша Майкл бөлмеден шығады. Мұны көрген Кэтрин олардың не туралы сөйлескенін білмей алаңдайды. Хлоя Кэтринге жақындап келіп, жоспарланған кездесу сол кеште өтетінін хабарлайды. Келесі күні таңертең Кэтрин құрбыларымен бірге таңғы ас ішіп отырса да, ойы үнемі өткен түнде болып жатқан оқиғаларда жүреді. Құрбылары оның мінез құлқы өзгергенін байқап, біреуге ғашық болған адам сияқты көрінетінін айтады. Ақыры Кэтрин бұрыннан таныс қонақ үйге барып, өзіне айтылған 211 нөмірлі бөлмеге кіреді. Бөлмедегі төсек жинаусыз жатыр, ал ванна бөлмесінде жаңа ғана душ қабылдап шыққан Хлоя жүреді. Креслоға жайғасқан Хлоя Дэвидпен қалай кездескенін әңгімелей бастайды. Оның айтуынша, олар саябақта жолығып, кейін қонақ үйге барған. Сол жердегі оқиғаларды баяндаған сайын Кэтриннің бұл әңгімелерге эмоционалды түрде қатты әсерленіп отырғанын байқайды. Әңгімесінің соңына қарай Кэтриннің көңілі бұзылып, өзін жайсыз сезіне бастады. Ол Хлояға тағы бір конверт берді, оның ішінде кезекті төлем ақысы болатын. Содан кейін Хлояның ерін далабының ізі қалған бокалды алып, одан бір ұрттап ішті. Лифттің қасында тұрған кезде Кэтрин мұңайып, біз бұрын бәрін бірге істейтін едік. Тіпті бір сағатқа да ажырамайтынбыз деп налиды. Я любила его руки. Они так любили мое тело. Бірақ мұның бәрі өткен шақта қалған еді. Кэтрин өзін бұрынғыдай жас емес деп санайды және күйеуін өзіне тартатын ештеңесі қалмағандай сезінеді. Сол кезде Хлоя тағы бір нәрсені айтады. Оның сөзінше, Дэвид өз өмірінде бұрын ешқашан әйеліне опасыздық жасамағанын мойындаған. Бұл сөз Кэтринге өте ауыр тиеді. Хлоя оны жұбатпақ болып, кенеттен сүйіп қалады. Абдырап қалған Кэтрин, мен бұлай істей алмаймын дейді, кетіп қалады. Кейін ол Майклдың фортепиано концертіне барады. Онда оны күйеуі күтіп отырған еді. Концерттен кейін Кэтрин тағы да Дэвидтің даяшы қызбен күліп ойнап сөйлесіп тұрғанын байқайды. Дэвид Кэтрин жаққан лосьонның иісін мақтайды. Бірақ ол лосьон шын мәнінде Хлояныкі болатын. Банкеттен шыққан соң Кэтрин қонақ үйге асығады да, Хлояны клиентінен алып кетеді. Екеуі оңаша сөйлесіп, араларындағы сезімдер туралы ашық әңгімелеседі. Содан кейін такси оларды үйлеріне жеткізеді. Осылайша Хлоя Кэтриннің қайда тұратынын біліп қояды. Ал Кэтрин одан күйеуін ұмытуын сұрайды. Хлоя сөмкесінен бұрынғы шаш қыстырғышты шығарып береді. Бұл, дәретханада алғаш кездескен кезде сыйламақ болған зат еді. Ол қыстырғыштың бұрын анасына тиесілі болғанын айтып, Кэтриннің оны қабылдауын өтінеді. Сондай-ақ дәретханадағы сол кездесу тек танысудың сылтауы болғанын мойындайды. Хлоя олардың тағы да кездескенін қалайды. Бірақ Кэтрин барлық болған оқиғалардан қатты шаршаған еді. Үйіне келгенде оны ашулы күйеуі күтіп отырды. Ол кім? Деп сұрайды Дэвид. Ол Кэтриннің өзіне опасыздық жасап жүргеніне сенімді болатын. Кэтрин де қарап қалмай, дәл сондай айыпты күйеуіне тағады. Сен көзіңе түскен әр әйелмен қырындасып жүресің дейді ол. Осы кезде олардың ұлы Майкл араласып, ата-анасының жанжалына куә болады. Келесі күні жұмыста Кэтринді көптеген хабарламалар күтіп тұрды. Барлығы Хлоядан келген қоңырау шалуды сұраған хабарламалар еді. Ал электрондық поштасына Хлоя олардың бірге түскен суретін жіберген болатын. Сөйтсе, Хлояның өзі гүл ұстап алып, гинекологтардың қабылдау бөлмесінде күтіп отыр екен. Кэтрин Хлояға қарап, сен өте әдемі қызсың дейді. Бірақ артынша, меніңше біз шектен шығып кеттік. Осы жерден тоқтауымыз керек деп ойын ашық айтады.
Содан кейін Кэтрин қомақты сома жазылған чекті шығарып Хлояға ұсынады. Сделка тут ни при чем. Все было по-настоящему, и ты это знаешь. Бірақ Кэтрин райынан қайтпай, қызды қуып жібереді. Алайда Хлоя берілгісі келмейді. Ол Майкл хоккей ойнап жүрген мұз айдынына келеді. Майклмен қырындасып сөйлесіп, оған сүйікті тобының кассетасын сыйлайды. Тіпті сол жерде де Кэтрин туралы айтпай тұра алмайды. Үйіне қайтып келген Кэтрин таныс әуенді естиді. Сөйтіп ұлының Хлоямен кездескенін түсінеді. Сол сәтте оған жезөкшеден хабарлама келеді. Хлоя Дэвидпен тағы кездескенін жазады. Оның айтуынша, Дэвид әйеліме қол тигізген сайын, өзімді Хлояға опасыздық жасап жатқандай сезінемін деген. Бұл сөздер Кэтринге қатты батады. Ол қызға 1 сағаттан кейін кафеде кездесуді ұсынады. Батылдық үшін аздап ішімдік ішіп алады. Сол кафеға ашуланған Дэвид те келеді. Кэтрин оны емтихан алып жатқан жерінен шақырып алған болатын. Кэтрин олардың енді бір-біріне ашылып, соңғы кезде қандай өтірік айтқанын мойындауын талап етеді. Мысалы, туған күні туралы. Мен өтірік айттым дейді Дэвид. Ол өзін зейнет жасына тағы бір қадам жақындағандай сезінгісі келмегенін айтады. Сондықтан қалып қойып, Мирандамен бірге ішімдік ішкен. Бірақ мен онымен бірге болған жоқпын. Тек қырындасып сөйлестім дейді. Дәл осы кезде кафеға Хлоя кіріп келіп, олардың үстеліне жақындайды. Бірақ Дэвид оған ешқандай реакция білдірмейді. Ал Хлоя болса ештеңе айтпай, кафеден жүгіріп шығып кетеді. Сонда Кэтрин түсінеді. Хлояның оған Дэвид туралы айтқан әңгімелерінің бәрі ойдан шығарылған екен. Алайда күйеуімен арадағы мәселелер әлі шешілген жоқ. Енді олар бір-бірімен қарым-қатынастарын анықтап алуы керек еді. Сколько раз меня искушали, я не поддался ни единого раза. Соңында Дэвид көңілі қалып кетіп қалды. Әйелі оны жұмыстан ашық сөйлесу үшін шақырған еді, бірақ өзі ештеңені мойындамады. Көшеде Кэтрин Хлоя туралы және оның күйеуі жайлы қиялдан шығарып айтқан әңгімелерін айтып береді. Сондай-ақ ол жылдар өткен сайын Дэвидтің тек көріккене түскенін, ал өзінің көлеңкеге айналып бара жатқандай сезінетінін айтады. Кэтрин Хлоямен бірге болғанын да мойындайды. Сонымен қатар олар бұрын ғашық болғанымен, қазір жай ғана достарға айналып кеткендерін және мұны өзгерту мүмкін емес екенін айтып налиды. Ол енді Дэвидті немен қызықтырарын білмейді. Бұған жауап ретінде күйеуі оны құмарлана сүйіп алады. Ал осы уақытта Хлоя Стюарттардың үйіне келеді. Үйде тек Майкл ғана болатын. Ол еш қысылмай үйге кіріп, өзін ата-анасының жатын бөлмесіне апаруын сұрайды. Сол жерден бұрын сыйлаған шаш қыстырғышын тауып алып, шешіне бастайды. Бір кезде Кэтриннің аяқ киіміне көзі түсіп, соған қарап ерекше әсерленеді. Осы кезде үйге Кэтрин қайтып келеді. Шешініп, жатын бөлмеге кіргенде өз төсегінде Хлоя мен ұлын көріп қалады. Кэтрин Майклды бөлмеден қуып шығады. Ал Хлоя айқайлап: "Адамды ақшаға сатып алып, кейін керек болмай қалғанда лақтырып тастауға болмайды", дейді. Ол Майклды төсегіне алып барғанын, себебі оның көздері Кэтриннің көзіне ұқсайтынын айтады. "Біз Майклмен жұп бола аламыз. Бірақ менің шын қалауым Кэтринмен бірге болу", дейді Хлоя. Майкл не болып жатқанын көру үшін бөлмеден шығып қайта қарап жүреді. Сол кезде Хлоя шаш қыстырғышты алып, байқамай қолын жаралап алады. Кейін кенеттен қыстырғышты Кэтриннің мойнына тақап: "Мені сүйші", деп өтінеді. Әйел оның айтқанын орындап сүйеді. Бірақ сол сәтте ұлын көріп қалып, Хлояны өзінен итеріп жібереді. Хлоя терезені сындырып жібереді де, терезе жақтауына жармасып тұрады. Алайда бір сәттен кейін қолын босатып жібереді. Сөйтіп екінші қабаттан құлап, оқиға орнында қаза табады. Осы қайғылы оқиғадан кейін, қанша ауыр болса да, бұл ессіз оқиға Стюарттар отбасын бір-біріне жақындата түскендей болады. Ал Кэтрин болса Хлояны естелік ретінде ұмытпайды. Ол содан бері Хлоя сыйлаған шаш қыстырғышын тағып жүреді. Осымен шолуымыз аяқталды. Фильм ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркеліп, біздің шолуларымызды қай қаладан қарайтындарыңызды пікірге қалдырыңыздар. Келесі кинотаймда кездескенше сау болыңыздар.